Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, мен ютубер кешу 19 бөлімде наконец-то номерный знактар ұстайтын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что жай және де пешиналарыңды алып отырыңдар. Ал ендеше біз бастаймыз. Егер де менімен бір ойнағыларың келсе, описанияда тұрған ссылкаға өтіп, играшаны жүктеп алып, Владимир серверін таңдап, /promo деп жазып, активировать промокодты басып, /духа деп жазатын болсаң, саған өте кереметтей бонус беретін болады. Достар, мен лицензер болуға заявка тастайтын болдым, сондықтан мен андай биндер істеген болатынмын. Сосын мен фаманы жауып тастағам, себебін өздеріңіз білесіздер. И сосын мен фамадан фамаға секіріп жүрмін. И әдемі бір көріністі видео істеген болатынмын. Ол Рич екеуміздің ашқан фама, яғни Аллаш деген фаманың көрініс видеосы. В общем, көп сөз боқ сөз деп келесі мына номерный знактарды алуға қарай келдік. И қызы деп повторить қайта басып, нормальный бір то есть номерный знак таңдайтын боламыз. И барлығынан бір қарап шығамыз. И все, жаңа көріп тұрғандарыңыздай 542 х деген түскен болатын. Ол, короче, мен оны алмаймын. Неге десеңдер, ол не үшін мен оны айтып тұрмын, себебі Руби деген ютубер тайтын шығасың да, сол ютубердің бұрынғы есімі 2 х болған. И сондықтан айтып отырмын да. И так, 567 АБК, 827, 672. И, в общем, достар, менің вообще бүгінгі видеода жолым болмайды, себебі нормальный номерный знактарды мен байқаусызда басып, повторить етіп жіберетін боламын. Бүгінгі вообще андай видео сәл аздау болып қалды ма, или не знаю. В общем, сондай болып қалды да, кәдімгідей. Номерный знактар жоқ деп айтуға да болады да, нормальныйлар керек маған. И қазір так қарайық, 399 тут. Так, 390 ЭПО. И достар, короче, нормальный номерный знак түсу керек бізге. До конца повторитті басамыз. Так, давай, 002. Так, енді қайдан нормальный бір номерный знак түсіп кетсе екен ше. Плюсқа кіретіндей ше, 7 миллион 777 мың 777 рубльға. Короче, мен осы номерный знактарды ашып жатқан жайым бар. Енді қараймыз, давай. Өтте әдем бір номер знактар түсе. Хотя бандай сандара 222, 333, 777, 888 деген номерлар қачу да. Мен көк дегендер неме шығып атыр ғой, что-то номерный знактар шығып атыр ғой. К деп тұр. Так. Бә достар, мен в общем ақшам плотный кетіп отыр. Біз қазір қарайтын шығармыз. Так, бір өзіміздің ақшамызды қарайықшы. Бам, жара болып бәк. Ойбай, уже 440 мың қалған ғой, достар. Мә, не істейміз? Бәрібір. В общем, сіздер үшін мен минусқа кірсем де, плюсқа кірсем де бәрібір. Так что біз екінші попытканың 333 ОВУ 11, яғни қызы оны номерін түсіріп алдық. И біз бұны 5100 рубльға аштық. Енді ары қарай барып, өзіміз номерный знакты багажигімізға салып қоятын боламыз. И қазір F90-тан шығарамыз. Все. Багажникті ашамыз, ең ақсы жағына бұл номерный знакты қалдырып қоятын боламыз. Енді келесі номерный знактарды ашуға қарай ехала. И так, қандай номерный знак? ХХС дейді, ЕМУ 477, ПСП, так, 020, 107 НАМ, ХАМ, ХАТ, АИС, СТВ, ММК, МАКС, БФ. В общем, сондай номерный знактар түсіп атыр ғой. И достар, 006 ЕКВ 06 деген номерный знак ұстап алғасын ғой. Енді мұна өте әдемі болып тұр.
Енді сонақта мен бұны сатып аламын ба, сатып алмаймын ба? В общем, сатып алатын болдым. 10.100 рубльға сатып алғансың ғой осы номерный знакты. И біздің қалтамызда 60.000 рубль қалған. И бұған біз ЖБ номерный знактар ұстай алмайтын боламыз. И достар, бүгінгі видеода жестко, в общем, минусқа кіріп жатырмыз. И қазір тағы да қарайтын боламыз. Тағы қараймыз. И бір повторитті басып. В общем, достар, нормально номер знактар бүгін сұралмадық. Бүгінгі видео соны достар 888 деген номерді сұрап алдық. И достар, осымен видео аяқталды. Сіздермен видео артында тұрған бұл мен Духа. Ал ендеше сау саламат болыңыздар. Пока-пока. Чао.